уақып деген сөз араб тілінде уақафа деген сөзден шығады, етістіктен. Немесе хабуса, хабиса деп те айтады. Хабиса деген бір нәрсені ұстап тұру. Яғни белгілі бір мүлікті ұстап тұру. Оны ешкімге сыйлыққа бермей, мұраға бермей, сатпай. Осы мүліктерді уақып деп атайды. Уақыптың үш түрі бар. Біреуі таза діни, екіншісі қайырымдылық, үшінші ұрпаққа арналған. Таза діни мешіт медресе белгілі ғой бірден. Ал қайырымдылық деген сөз, мысалы мына кезінде Хазіреті Осман бір яһудиден сатып алған жеріне, қазір біз Мәдинеде білеміз, 14 ғасырдан асып кеткен Хазіреті Османның бағы бар. Одан құрмадан түскен қаражаттың бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешітіне келіп жатыр. Соны Хазіреті Осман алып кетті, беріп кетті. Хазіреті Омардың несі ұрпаққа арналған дейді. Өйткені Хазіреті Омар пайғамбар саллаллаху алейхи келекті айтады, мен Хайбар шайқасынан кейін осындай олжа алдым, үлкен бақ, не істеймін? Ол кісінің садақа жасағысы келіп тұрғанын біледі де пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, өзі уақыптың мүлкі сенде болсын дейді, негізі дейді. Ал жемісін жоқ-жітікке бер дейді. Яғни жоқ-жітікке де өзінің бала-шағаңа да пайдалан дейді. Сондықтан мына бізде уақыпты көп танымай жатырмыз. Уақыпсыз дамыса нұр үстіне нұр болады. Муфтиятымызда уақып деген бөлім бар. Жақсы жұмыс істеп жатыр, жерлерде қайырымдылық мекемелер ашып жатыр. Бірақ мен уақыптың әлі рөлін түсіне алмай жатырмыз. Уақыптың рөлі өте үлкен. Мына Түркиядан бір салыстырмалы мен зерттеп жүргеннен кейін уақытты Түркияны қарасақ, мемлекеттен осы 70-ші жылдардан бастап мемлекет имамдарды мемлекет қызметкері деп есептеп, оларға еңбек береді. Ол сол бүкіл Түркиядағы 1,5 миллиард доллардай қаражат түседі екен. Тек қана еңбегінде мешіт ұстап тұруға. Ал оның сыртында бүкіл діни басқарманың муфтияттың Түркиядағы қорының 70% уақыптық екен. 30% өкіметтен болса 70% уақыптың заводтары бар. Уақыттың егістіктері бар, малдары бар, дүкендері бар уақыттың. Өте дамытып тастаған. Қазақ жеріндегі уақыттың бір мысалы Түркістан екі дүниесі ғой, Түркістан ер түркінбесі ғой деген Қожа Ахмет Яссауи кесенесі деп айтады. Мен айтам, Қожа Ахмет Яссауи ислам мәдени орталығы. Оны Әмір Темір кезінде салып кетіп, Арыстан бабты салып, одан кейін Яссауиді тұрғызғаннан кейін соның жанында жер белгілеп кеткен. Ол жерде егістіктен өнім түсетін. Содан жанында моншасы болған, одан қаражат түсіп тұратын, қонақ үйі болған Содан кейін аптасына дүйсенбі, бейсенбі күні әлім деген жұмсақ тамақ кедейлерге ауыз ашар ораза уақытына, ауыз ашатын уақытта тамақ беріліп тұрған. Сонда өзін-өзі ұстап тұрған. Сондықтан мешіттердің жанында дүкендер, мешіттердің жанында мәйітті жуатын жерлер, онда тұрған нәрсе жоқ. Мешіттің жанында қонақ үйлер болса, ол нұр үстіне нұр, тек қана мешітке ғана қадап қалмауымыз керек. Алла жолында бір азаматтар уақыпқа арнап малдар ұстаса, уақыпқа арнап егін арнаса, сондықтан мына қажылыққа барсақ, тура Қағбаның жанында уақыптардан ашып қойған үлкен қонақ үйлерді көреміз. Дүкенінде саудасы тұрып жатыр. Құнанбай қажылар, Аңдамас қажы, Досжан қажылар 1870 жыл қажылыққа барған уақыттар, олар кеш шығып қалады. 2 жылда жатыр, сол кезде ақылдасып кеп, Құнанбайдың тәкесін салып кеткен олар. Сондықтан айтайыншы дегенім, қазір Алла қаласа қазақтың жігіттері осы уақытты үйренуіміз керек. Мен бір осыны пайдаланып тұрып айта кетейін, муштарак уақыт деген бар. Исламда муштарак деген ортақ уақыт деген. Мысалы, бір бай азаматтың 4 дүкені бар. Сол 4 дүкеннің балаларына көз тұрсын айтады. Ей балаларым, мына дүкеннің біреуін мен уақып қылам дейді. Оны айтады, мынаны мен жетімдер үйіне арнаймын дейді. Немесе осындай Алла жолында садақаға деп арнаймын дейді, қарилар медресесін. Әйтеу бір жерге арнаймын дейді, түскен пайдасының 50%-ін садақаға, 50%-ін бала шағасына қойып қояды, дивиденд қылып. Соны муштарак уақыт дейді. Сонда үйренуіміз керек. Өйткені ертең болашағында балалардың дүкенінен ертең олардың жұмысы жүре ме, жүрмей ме, банкрот болып қалуы мүмкін. Сол кезде кедейшіліктен не сақтайды? Сенің қалтырып кеткен Алла жолындағы Хазіреті Омардікі сияқты дүкенінің 50% бала-шағаны сақтайды. Ол жерде ұлдың қыздың үлесі деген нәрсе жоқ, бірдей бөлінеді. Сондықтан уақыт деген өте керемет, үлкен ғылым, үлкен институт. Біз соны дамытуымыз керек, танытуымыз керек иншалла. Осыны танытып жүрген, осыны насихаттап жатқан өздеріңе Алла разы болсын. Осы жұмыстардың жемісті қылсын Алла. Мысалы, мен осы уақытты зерттеп жүрген уақытта мына Катар мемлекеттерінде уақыттың жаңадан бір уақытша уақыт деген бір уақыттардың түрлері шығып жатыр екен. Уақытша уақыт дейді. Негізі бірақ уақыттың бір шарттарында муаббат дейді. Ол яғни мәңгілік болу деген шарт бар. Бірақ бұл уақытша уақыттардың түрі былай телефон арқылы ақша уақыт деген болмаған. Сол ақша уақыттарын ашып қояды да, сондай нуқуди дейді. Ал-уақыт ал-нуқуди дейді. Ақша уақыттарын ашып қойып, сол карточка арқылы әрбір приложение дейміз ғой, біз телефонның ішінен аударып отыратын, садақа аударып отыратындай сондай уақыттардың түрлерін қазір дамытып жатыр. Содан мына Индонезияда, Малайзия жақтарда қажы уақыт қорлары бар, ашып қойған. Ол жерде адам қажыға барам деп ақша салып отырады. Оның қаражаты сол уақыт қорында айланып, көбейеді, және бір бөлігі соның ішінен садақаға да жұмсалады. Осындай уақыт қорлар түрлері көп.
дамып жатқан. Мысалы мына Пәкістанда қазіргі кезде ас береміз, қазақтың біздің дастархандарымыз әлде қалмайды ғой. Сол кейбір кезде аста төк болып қалып, ысырап болып қалып жатады. Сонда Пәкістанда бір уақыттың бір түрін көрдім. Жаңағыдай астардан берілген уақытта келеді екен де, ас біткеннен кейін айтады екен, мына тамақтарыңызды біз таза ыдыстарға сап, жоқ-жіттерге апарып берейік дейді. Уақыттың түрі көп, айтайыншы деген. Оны дамытуымыз керек. Қазір дамып жатыр. Хайуанаттарға арналған, адамға арналған, ауру балаларға арналған, жетімдерге арналған түрлері өте көп. Сауап деген шаш етектен аяғымызда жатыр. Біз соны көзіміз тауып, соның ішінде жүруге тырысуымыз керек. Bir шетінде жүруіміз керек қой уақыттың иншалла. Салих деген бір үлкен кісі Мысырда 4-5 жігіт бір кетте бір кәсіп бастаймыз деп, 6-шымызды, 7-шімізді Алланікі дейді ғой. Өзі үлесті бөлген уақытта 7-шіміз Алланікі дейді. Сол Алланікі деп алады да, үлесін жинап қарады да, бірінші мектепке кішкентай парта немене орындаға әкеліп берген. Екінші мектепті ремонт жасаған андай. Сөйтіп ол қорды дамыта берген. Бір кәсіпкер де сақ қойған. Сөйтіп ол кісі кішкентай ауылында Египетте, олыңқы ауыл үлкен университет ашқан. Ол кісі қайтыс болған уақытта осыдан бір 4-5 жыл бұрын қайтыс болды. Жаназасында 200 мың адам барған екен. Әкісін Салих деген кісінің ашып кеткен. Бір-ақ адам ұйымдастырған. Сол сияқты қор тек қана садақаға қол жайып отырмау керек. Қолдың кәсібі, жаңағыдай егістігі, малы, саудасы, әртүрлі бір кәсіптерін дамыту керек. Бірақ осының бәріне адал азаматтарды қою керек. Қол таза, ары таза, Алладан қорқатын. Оның еңбегін жақсылап беріп қой. Болды, қол таза болды. Оның бала-шағасын мұқтаж қылма. Оның содан кейін ана жолында жұмыс істесін. Біздің өзіміз қызметіміз уақыт жолында қызмет болсын деп тұрмыз керек те. Мен уақыт зерттеп жүрген уақытта бір Түркияның орта ғасырда сондай дамыған екен. Жаңағыдай бір тек қана жаңағы Стамбул қаласының өзінде 3000-ға тарта мешіт болған дейді ғой. 3000-ға тарта мешіт. Уақыттың жерінің 3-тен 1 бөлігі уақыт болған екен. Содан кейін бүйтіп жазып қояды. Адам уақыттың үйінде дүниеге келеді, уақыттың мектебінде оқиды, уақыттың жаңағыдай қызметінде істейді, уақыттың қабірінде жерленеді дегенге дейін жеткен. Уақыт сондай адам өмірімен тығыз байланысты болған да. Сондықтан жаңағыдай бұл халықтың қаражатымен болады. Және қаншама ауылдарда жұмыс орындары ашылады. Біз соған себепші боламыз. Бұл экономиканың үлкен бір тірегі, былайша айтқанда, әлеуметтік, рухани тірегі да, бұл нағыз халықтың иншалла. Уақыт деп айтып жатырмыз ғой, уақытқа ең негізі заңнамалық жағы керек. Юридический статус дейді ғой, оның заңнамалық, оның құқық қорғалу керек. Татарстанда 1990 жылы Татарстан муфтияты мұсылмандар бірігіп, Ресейдің думасына уақыт туралы заң жөнінде, жаңағыдай уақыт туралы заңға өзгеріс енгізейік деп құжат өткізген екен. Бірақ Ресей думасы біз жаңағыдай зайырлы мемлекетпіз деп қайтарып тастаған. Мен айтайыншы деген, біздің мына Қазақстанда да болашақта мына қайырымдылық қорлары жөнінде қазір заң бар, бірақ уақыттың заңнамалық шариғаттағы орнына сәйкес бізде уақыттың өзінің заңнамасы жасалу керек. Мысалы, мына бір адам мешітке деп жер арнады ма, соны басқа нәрсеге ауысып кетпеу керек. Өйткені мынандай шариғатта қағида бар. Шартул уақиф кан-наси шарих деген. Уақыф етушінің шарты ол Алланың үкімімен бірдей деген. Мысалы, бір адам өзінің үйін жетімдерге деп берді ме, оны апарып біз басқа нәрсеге ауыстыра алмаймыз. Дүкен қыла алмаймыз. Жетімдер. Мысалы, бір садақасын тек қана медресеге деп арнап кетті ме, оны басқа жаққа бұра алмаймыз. Сол сияқты оның, мысалы, бір адам дүкенінің 3-тен 1 бөліп 4 дүкеннің біреуін уақып қойды ма, оны да басқа біреу тартып алмау керек. Жерде де, мешітте де біреу бұзып тастамау керек. Осы заңмен қорғалу керек. Оны біздің қазақтың даласында да мына кезіндегі Тәуке ханның жеті жарғысында, Қасым ханның Қасқа жолында осының бәрінің ішінде жаңағыдай мына бізде қожалар деген болды ғой. Сословие, әлеуметтік топ. Оларды бізді қазақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып кеткен ғой. Мен сендерге Құранды және үй ішімді қалдырдым. Сондан өте құрметтеген. Қожаны өте құрметтеген. Өліміздің билігі Алла ұранды қожанда деп Құнанбайға айтқан сияқты. Оларды сол әскерге алмаған. Оларға салық салмаған, өйткені олар уақыт мүліктерін және оларға уақыт мүліктерін қорғаған екен. Шын қожа мен өтірік қожаны ажырататын, шын жердің құжаты мен өтірік құжаттарды ажырататын, сол кезден бері осы уақыт туралы бізде қазақ даласында сайрап жатыр ілім деген. Құжаттар деген сайрап жатыр. Біз соны айтып, елге әкеп жеткізуіміз керек те. Және бір айта кетейінші деген, мына көршілес елдер Өзбекстанда, Қырғызстанда, басқа жерлерде бұндай қайырымдылық қорлар дамып жатыр. Аллаға шүкір, уақыттың рөлін танып алайық, біліп алайық. Осы жолды жақсылап біліп алсақ, сауатымыз ашылады да, осыған ынталанып, осы жақсы іске жарысатын боламыз. Құранда аят бар ғой, фастабиқул хайрат деген, жақсылыққа жарысыңдар деген. Біз сол жарыста боламыз, Алла қаласа. Алла сол жарысқа шақырамын бәріңізді иншалла.